Әлихан, балам, тыныш отыр. Сабақта бұлай жасауға болмайды. Неге маған ғана сөйлейсіз? Мен ғана емес, бәрі шулап отыр ғой. Сіз маған ғана тиісе бересіз. Әрдайым. Тек мені ғана көресіз. Неге балама ұрсасыз? Тыңдамаса өзіңіз дұрыс сабақ өтпегенсіз. Алдымен өзіңізді жөндеңіз. Менің балам тыңдайды. Қорықпай сөйлей алғаны үшін ұрсасыз ба? Арада жылдар өтті, ал Әлихан мүлде басқа адам бола шықты. Сол бір сәтте басталған мінез бірге өсті. Балам, бөлмеңді жинап реттеп қойшы. Өзім білем. Менің бөлмемде шаруаң болмасын. Анау Бекамен көп араласа берме. Жақсы бала емес деп естіп жатырмын. Кіммен достассам да өзім білем. Араласа бермеңіз. Бұл маған ұнамайды. Баланы шектен тыс қорғаштау оның жауапкершілігін әлсіретіп, болашақта үлкен қиындықтарға алып келеді.